Барлығыңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда шоколадты шарлардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Шоколадты шарик жасау үшін бізге арнайы форма, кисточка, шпатель, глазурь қажет болады. Барлық заттар кондитерлік дүкеннен табылады. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға глазурьді салып аламыз, кейін водяной баняда ерітеміз. Глазурьді міндетті түрде араластыра отырып ерітеміз, және де біздің суымыз оттың ең баяу жылдамдығында қайнауы қажет. Бұл жерде мінеки толықтай еріді, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді шоколадты шарларды жасауға кірісеміз. Глазурьді формаларға құйып шығамыз. Міндетті түрде ортадан сәл төмен етіп толтырғанымыз жөн. Сол кезде артық болып кетпейді. Өзіңізге қанша шар қажет, соған қарай толтырсаңыз болады. Мен өзіме қажетіме қарай жасадым. Және де жаңағы құйып алған глазурьді кисточканың көмегімен форманың жан-жағына жағып шығамыз. Бетін міндетті түрде шпательмен тегістеп шығамыз, және де тоңазытқышқа салып қатырамыз. Шамамен 5-7 минут уақыт алады. Біздің формаларымыз тоңазытқыштан шықты. Екінші қайтара глазурьді жағып шығамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кисточканың басымен ғана глазурьді алып, жан-жағына мұқият жағып шығамын. Және де сіздің глазуріңіз қатып қалған болса, аздап водяной баняда қайтадан ерітіп алуыңызға да болады. Екінші қабатын жағып болғаннан кейін тағы да міндетті түрде тоңазытқышқа жібереміз. Ендігі кезекте маған ашық қоңыр түсті шарлар қажет болады. Ол үшін ақ глазурьге қара түсінен аздап қосамын. Яғни қара глазурьді қосамыз. 7-8 дана жарайды. Водяной баняда ерітіп араластырамын. Осындай әдемі түс пайда болады. Қоңыр шарларды да дәл жаңағыдай етіп құйып шығамыз. Міндетті түрде 2 қабаттан тұрады. Бұл жерде бірінші қабаты қатырып алып, тағы да екінші қабатын жақтым. Мінеки біздің шарларымыз толықтай суып, тоңазытқыштан шықты, және де көріп тұрғандарыңыздай теп-тегіс болып шығады. Сондықтан міндетті түрде глазурьді 2 қабаттан жағуға кеңес беремін. Енді шарларымызды жинақтаймыз. Ол үшін темір шпательді қолданамын. Сіз кез келген үйіңіздегі темір қасық, үлкен немесе ыдысты қолдансаңыз болады. Міндетті түрде отқа қыздырып аламыз, кейін шарды видеодағыдай ерітіп бір-біріне жабыстырамыз. Қалғандарында осы реттілікпен жасап шығамын. Және де міндетті түрде ескере кететін жағдай, ыстық ыдысымызда, яғни бұл жерде менде шпательде шарларымызды ұзақ ұстамаймыз, өйткені біздің глазурь өте тез еріп кетеді. Аздап қана ұстап, бірден бір-біріне тақап жабыстырамыз.
ақ түсті шарларымды мен күміс түске бояймын. Ол үшін кондуринге аздап қана спиртті қосып, кисточканың көмегімен жағып шығамын. Өте әдемі болып шығады. Кондурин барлық кондитерлік дүкендерде сатылады. Дайын болған шарларды тортымызға орналастырып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңызша кез келген жерге орналастырсаңыз болады. Менің тортым осындай. Клиентімнің сұрауы бойынша жасап жатырмын. Өте әдемі, ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Нағыз оңай декор деп айтсам қателеспеймін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Жұмасына 2-3 рет пайдалы видеолар түсіремін.